Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам таңдаулы, шырайлы киімдерін мешітке киіп келетін еді ғой. Аллах jamil, jamilдерді жақсы көреді деді. Алла сұлу деді. Сұлуларды жақсы көреді деді. Мешітке бар жақсысын киіп келіңіздер ағайындар. Ассалаумағалейкум мұсылмандар. Мына адам мүфтияттың имамы Дүмше молда. Дүмше молдалардың бәрі де мүфтияттың бәрі матуридитпіз деп есептейді. Матуридиттер Аллахтың денесі жоқ дейді. Ал енді бұның айтып отырған Алла сұлу дейді. Егер Аллах сұлу болатын болса, Аллахтың денесі жоқ болатын болса, қалай Аллах сұлу болады? Сондықтан да мүфтияттың матуридиттерін айтатыным, өздерің алдымен бірдеңе айтпай тұрып, определить етіп алыңдар. Аллахтың денесі бар ма, жоқ па? Соны. Сондай-ақ тағы бір аят. Аллах тағала Құранда айтады, жәннатта Аллахпенен мұсылмандар кездескен кезде салам деп айтады деп. Егер Аллахтың денесі жоқ болатын болса, мүшесі жоқ болатын болса, қалай салам деп айтасыңдар? Или жәннатқа кіргілерің келмей ме сендер? Сондықтан алдымен ойланып алыңдар, матуридпіз демей тұрып, имамдар, Дүмше молдалар.